тамашалайық үйленгендеріне примерно 1-2-3 жыл болған жас отбасы. Ақболат тұр. Ерте тұрған еркектің ырсы артық деген. Тұр. Ерте оятқан әйелдің біртісі артық дегенді естідің ба сен? Бір демалыста ұйықтайықшы болды. Өмір естейсің ғой сен. Жұрттың күйеулерін қарасын, әйтеуір үй шаруасына, бала шағасына көмектесіп өліп барады. Олар ұсталып қалғандар ғой. Мен қайта ұсталған жоқпын ғой, шүкір. Бір күнәсін кешірсе сөйтіп бұзау оқып қалады да не істейді енді басқа. Тұр деген не тұрмайсың? Сен не су шаша бересің? Мен не саған гүлмін бе, не су шаша беретін? Гүл туралы маған әңгіме айтпай қойшы. Не? Сен маған соңғы рет қашан гүл бердің, несінде мал? Сен гүлдің қадірін білмейсің ғой, өткенде алып берген жоқсың ба гүлді? Шауып барып лақтырып тастаған жоқсың ба? Қайта ана құрбыларыңа рахмет, дым көрмегендей қағып алды артыңнан. Қойшы, ол итак той көйлекпен келген гүл емес пе? Сонда да гүлдің аты гүл ғой, қойшы. Сол тойдан кейін мен подругалармен де араласуды қойдым ғой. Не деп араласасың олармен? Таңға дейін клубта жүретін қыздармен. Таңға дейін клубта жүреді, ешкім қалмағаннан кейін сол жердің полын жуып, отырғыштарын көтеріп, кілтті күзетке беріп кететін қыздармен не деп араласасың? Ана Ақмаралың дұрыс еді, арасында әйтеуір Инстаграмға жұма қабыл болсын деп салып тұратын. Ол да қуып кетті ғой, кальянмен отыр ғой кеше апым. Ақмаралдың парақшасын не деп қарап жүрсің? Жұма ма екен деп? Сөйтсем, суббота екен ғой, апым таңғы 4-те суретін салыпты ғой, завтра воскресенье отдыхаем до конца деп. Тұр дегенде тұрсайшы. Сен бар ғой, су шашудан басқа шаруаң бар ма сенің? Вот именно шаруа бастайын. Сетевой маркетингпен айналысайын, ана Динаның күйеуінің астына бар, тіркелем. Не бар жұрттың күйеуінің астында? Сетевой жұмыс болмайды, капронда тігіс болмайды, түсіндің бе? Сөйткен Дина қазір золотой менеджер. Ертең сапфировыға өткенде машина алады. Бриллиантовыға өткенде вообще дым істемейді, күйеуі екеуі теңіз жағасында бір-біріне су шашып жүреді, рахат емес пе? Сетевойға кірмейде су шашып рахаттанып отырған жоқсың ба енді сен? Қоя қойшы. Қара, сен маған тұрмысқа шыққан кезде сен менің артыма кірдің ғой, сетевойыма, мен келін болып. Енді артынан 2 бала дүниеге келетін болса, сен уже серебряный келін боласың. Тағы 2 бала, сен золотой боласың. Уже 20 бұрыннан келіп жатыр, ақша жүріп жатыр, көрдің бе? Енді қара, о балдар келін алып келеді, келін алып келгеннен кейін сен уже деген бриллиантовый боласың. Ары немерлеріміз болған кезде сен сапфировый боласың, көрдің бе? Сосын жүресің балдарыңмен анда елде, мына елде қыдырып, теңізде шу шашып. Болады саған сетевой. Сен ана сапфировый болғаннан кейін бар ғой, маған бағынбайсың, өзің бөлек лидер боласың. Мен не істеймін, амал жоқ, новый сетевой бастаймын жайлап. Шаша бермеші, шаша бермеші. Бет жуудан қалдық қой, ванның қаяқта екенін білмейміз даже. Бетімізге су шашады, ол сүлгімен сүртемізде кетіп қаламыз жұмысқа рахат. Қой ғой, шаша бермеші болды. Жарайды, маған 15 000 теңге берші. Онда қыласың, қатын аласың ба? Тренингқа барам. Ойымды өсірем, миымды дамытам. Сөйтші, бір жаққа кетші, мен ұйықтап алайыншы. Налдық, миымды өсірем дейсің бе? Сөйтші, миыңды өсір, обязательно миыңды өсір, ұмытып кетпе бірақ. Мынаны ал, миыңды өсір, ана қанша құйып береді екен саған, қанша литр келеді екен ана. Сосын 96 құйдыршы, пожалуйста, сен дытырмен жүресің ғой постоянно. Нормально, миы күйіп берші кәдімгідей. Жан, рахмет. Ақша берсең жаным болып қаласың, бермесең жарым болып қаласың әйтеуір. Есік жауып ал, я? Бәрін өсір, миыңды өсір, ерніңді өсір, бәрін өсір да есікке кейін қарай сыймай қалшы. Сосын асықпай ұйқыманғасын терезеден кіргізіп алам өзім. Арада 2 сағат өтті. Миллионерім менің. Миллионерім. Тұра ғой. Ақболат, тұра ғой. Маған айтып жатсың ба миллионер деп? Я? Үйде біреу бар ма менен басқа? Мама. Миллионерімде ақша жоқ болды, жаңа соңғы ақшаны саған беріп қойдым 20 000 теңге. Миллионерімсің ғой сен менің. Ой, қоя қойшы, айтпашы. Мама, Ақболат, мен жаңа тренингқа барып бар ғой, үлкен мотивация алып келдім. Біз бар ғой, аффирмация жасамайды екенбіз. Егер біз аффирмация жасасақ, армандарымыз реализацияға айналады екен. Аффирмация, реализация, дым білмеймін мен. Маған вулканизацияны айт, әңгіме жоқ. Машинаның дөңгелегін жамау керек болды. Ақболат, тыңдашы. Оказывается, ер адамның энергетикасы ақша шақырады екен. Қара, мысалы, мен сен құшақтасам, сенің энергетикан арқылы менің ақшам көбейеді. Ішіп алған жоқсың ба сен? Ондай болатын болса, көшеде құшақтасып жабысып жүргендердің бәрі байып кетпей ме? Қумашы далаға. Айтпақшы ана Лена бар ғой, постоянно подъезде біреумен құшақтасып тұрады ғой. Содан сұрашыш күніне қанша алып жатсың деп. Жоқ, олай емес,
сен түсінбей тұрсың. Ой, түсінбейтін несі бар, мен білем, ана естідім андай жаңағы жұрттың байын құшақтап үй алыпты, жұрттың байын құшақтап жаңағыдай үйін машина алыпты, байып кетіпті деген, бірақ туған байын құшақтап байып кетті деген қатын естіген жоқпын мен. Оның энергетикасы ондайға жетпейді, әрі кетсе памперс, азық-түлік, арасында тойға кетіп бара жатқанда көйлек болды ғой, соның энергетикасы. Ақболат, олай емес. Өз күйеуіңді құшақтағаннан кейін мен баймын. Мен баймын. Мен баймын, сен қатынсың, түсіндің бе? Мен байым қайда барып келгенсің кәдімгі, ісіп келгенсің ғой, ісіп кәдімгі. Тыңдасайшы соңына дейін. Өз күйеуін құшақтағаннан кейін мен баймын. Менде бәрі бар. Менің үлкен үйім бар. Менің ақшам көп. Менің көлігім бар деп өзің елестетіп, өзің соған сеніп аффирмация жасау керексің да. Сосын ол реализацияға айналады. Сосын отырайық онда деген. Жүр кеттік, екінші этажға барайық деп подвалға қадалып қалайық. 5 жасар бала ұқсап, мен машинамен жүріп, қара деп қуып отырайық. Ой, аффирмация деймін, аффирмация. Аффирмация, деформация, эвфемизм, дефемизм айтпашы маған. Шайыңды қой бар. Әлі онда аффирмациямен ішеміз бе? Мама, мына шай ішіп жатырмын, қара. Мама, сен қуырдақ дайындап қойған не таң атпай? Лупи пайнес, мама, мына аффирмация деген күшті екен ғой. Мама, терлеп күшті болып жатыр. Мама, рахат ай. Аллаху акбар, болды, рахмет. Жан. Татар, орнын жинап сайын. Мама, мына аффирмация деген күшті екен ғой. Сен айтасың еще артын жинамайсың дейсің, қара. Бірақ аффирмация жеп аштан өліп қалмай екеуміз. Күнде таңертең мама деп жеп алып қайт. Жан. Кеш екеуміз армандарымызды жазайықшы. Бағана тренингте апай айтқан армандарыңды ақ қағазға жазасыңдар да қабырғаға іліп қоясыңдар деген. Кеш армандарымызды жазайықшы. Мысалы менікін қара. Вилла. Велосипедті өзім алып беремін ғой, есін дұрыс емес. Арманда өлмейсің ғой, дешевый ма бірдеңе ғой. Вилла деген ол теңіздің жағасындағы үлкен үй ішінде бассейні бар. Велосипед дейді ғой. Сен менімен тұрып отырсың ба, точно? Жасайшы армандарын, не істеп тұрсың? Әңгіме жоқ, арман жетеді ғой, Құдайға шүкір. Мақан-пақан аман болсын, балдар аман болсын, денсаулық мықты болсын, бақытты болайық, атак. Қалай арман? Ақболат, мен саған арман жаз десем, тілек жазып кеткен не? Арман бар ма сенде, арман жазсайшы? Арман бар, Құдайға шүкір, армансы арман, ормансы орман, атак. Қара, арманның төресін қара, ақ кроссовка. 70 мың тұрады, алдында армандап алмай кетіп едім бар ғой, кожный, әппәк кәдімгідей бар ғой. Ақболат, үлкен арманың бар, үлкен арман жаз, үлкен арман бар ма сенде? Бар, үлкен армандар бар ғой. 2 размер үлкен ақ кроссовка. Жүннес киіммен киіп аламын ғой, қысты күні, ой, рахат шіркін ай. Арманның төресін қара. Спортивка. Аз тұстымен еще. Спортивканы лақтырып аламын, ақ кроссовка, басыма кепкім, басып киіп аламын. Уверен жүремін ғой көшеде бар, ой, шіркін. Миллионермісің ғой. Айтпашы миллионерім деп. Жағалай қарызбыз, ертең сен миллионер деп жатыр ғой, қарызыңды қайтар шешті, сен ағыл дейсің. Қайсы сен армандарын көрейін? Вилла деген жаңағы үй ғой. Яхта дейді? Базар жоқ. Яхта, кабриолет, Lexus, мама, ренжіме, менде мынандай ақша жоқ. Банк тонап аяғастан сотталып кетіп жатармыз құрсын. Ақболат, уайымдансайшы, бұған ақшаның түк қажеті жоқ. Нағыл дейсің сонда? Апа, мен аффирмация жасап қойып едім, маған бере тұрасың ба, бір екі күнге дейсің бе? Жоқ, бұл армандарды қабырғаға іліп қоясың да 1000 рет ауызбен қайталайсың. Яғни аффирмация, сосын ол реализацияға айналады. Сен ана аффирмация, реализацияңды 1000 рет қайталап жүргенде тілім реанимацияға түсетін бар менің. Сен миың канализацияға түсіп кеткен ғой, білесің бе? Қайда барып келдің сен? Ұйықтайын болды. Мен андай бар ғой, аффирмация, деформация деп жатсың ғой, Сон біреуді керек емес, мен сұрасам Құдайдан сұрайын, берсе береді, бермесе осы нормально осы. Жүре бер онда сол, болар деп. Нормально ғой, жаймен болып отыр ғой, күні кеше мысалға әңгіме жоқ. Мына велосипедпен жүрдім, қазір машинам бар, жаймен шүкір емес пе? Әңгіме жоқ, дөңгелек жарылып жатыр, ертең вулканизацияға барам, аффирмация жасаймыз, реализация болмай ма? Жаймен кия тұрып қой. Ақболат, сен бар ғой, теоретически вообще түсінбейді екенсің. Мен саған қазір практически көрсетем. Мына пищевой пленканы ал да, мені ора. Әңгіме жоқ, орап кетуді өлтіреміз. Ора. Ора деймін. Бағана тренингті апай үйретті. Орауды өлтіремін. Жылқ ұстап алғандай болып тұрмын бар ғой. Енді қара. Қайсы маған қара, жаңағы орағанда бар ғой, спортивкімен кроссовка болса, вообще теріс көретін едім бар ғой. Болмай қалып тұр. Таза жылан болдың ғой бар ғой, екі қолың жоқ, тілің бар, рахат. Енді қара, Ақболат.
бұл пищевой пленка Ал. біздің басымыздағы проблемамыз. Нақсы. Осы пищевой пленкадан шығу арқылы Содан қызық. өмірдегі проблемалардан шығып үйренеміз. Нағыл дейді, сосын қалай дейді? Бұл пищевой пленка біздің басымыздағы проблемамыз. Осы пищевой пленкадан шығу арқылы өмірдегі проблемалардан құтылып үйренеміз. Сонда ана пищевой пленка, я? Я, бұл пищевой пленка біздің басымыздағы проблемамыз. Осыдан шығу арқылы өмірдегі проблемалардан шығып үйренеміз. Тағы бір рет айтшы. Мен естімейді деп ойлайсың ба? Түсіндім, болды, ал шықшы ал. Шығам. Жан, сен мынаны көп орап сапсың ғой? Бізде не проблема аз ба не? Шықшы ана аффирмация ма айтады, сонымен шығып кетші. Мен шығып бара жатырмын, оя, міне күшті, өзіме өзі түсіп жатыр деп шығып кетші, аффирмация болса, керім болса. Ту, Жан, шешші. Көрдің ба? Дым істей алмайсың, мен істейін. Былай тұр. Жыланның терісін жұлғандай болдық қой шіркін. Тез босатшы. Тез босатшы деген тағдыр асықпа. Сен бар ғой, у шашпайтын жылансың ғой. Су шашатын жылансың ғой сен. Әкел. Болды, көрдің ба? Еще аффирмация деп қояды, еще маған... Мен шешпедің ба жаңа? Мен шешпедің ба? Енді қара Ақболат. Негізінде мен бағана аффирмация жасап қойғам. Ақболат осы пищевой пленканы өзі орайды, сосын өзі шешеді деп. Ол реализацияға айналды. Сен ауыратын болсаң айт, ауырам деп. Емдетейік, қаратайық бір жерлерге. Кәмен сен пищевой пленкаға орайым, я? Сосын духовкаға салам, я? Сен грильға айналасың, түсіндің ба? Сен не ғой, тез пісесің ғой, жассың ғой сен. Білесің, мақсатың не сен? Не істеп жүрсің, не айтып жүрсің, қайда барып келдің сен? Сен сонда жақсы өмір сүргің келмей ма? Біз не жаман өмір сүріп отырық па не? Жаймен келатқан жоқпыз ба? Бұрын квартирада қаңғып жүрміз, қазір өзіміздің үйіміз бар, жаймен келе жатыр. Нормально емес пе? Мына қара, сен армандарың бар ғой? Мына сен армандарың яқты, вилла, ана, мынау дегенің, мына ата-ана, бала-шаға денсаулықтың қасында дым емес мыналар бар ғой, мен саған айтайын. Аян деген ақыл айтады сен сияқтыларға. Адам деген адам болып туады, пенделікке қолын сосын созады, өлгенінше дүниені қуады, өліп барып дүниеден озады дейді, сен сияқтыларға айтқан соны. Ё-ма, мен айттым ба? Өзім-ай, мөлдіреген көзім-ай, айтып тұрған сөзім-ай. Қазақ айтады, дәнкеннен құныққан жаман дейді, түсінің ба? Бірде бар, бірде жоқ, біркем дүние, жаймен болады. Шүкір етсең арттырам деген, жаймен бала бермей ма? Еңбек етсең емерсің, еңбектің нан тәтті, болады барлығы, шүкір етші кішкенде деген. Балық басынан жүрейді дейді атақ. Әңгіме жоқ, соңын қуып кеттім, бірақ алдындағылар нормально ғой айтшы. В общем, сол, ана мынау деп құнықпа далаға. Жаймен болады, ана сен яқты, виллаларың бірден болып кететін болса бар ғой, мен өзімді білем ғой, мен жаман қуып кетем бар ғой. 37 адам тіркеліп алып балық аулап жүрген неге яқты мен виллада сен жоқсың, ұзын орыстар жүр ғой, кожаный киген. Болды, қоя ғой сен. Спортивтің өзіне мен қуып кетем деп қорқып жүрмін, соң өзіне әрбіреуге байланып ерісіп. Жарайды сен. Жан, біздікі шынымен де шүкір ғой. Сол ғой. Мен тренингқа барып қуып кеттім кішкене. Жалпы оның алдында да қуасың ғой негізі. Бірақ тренингтен ерекше қуып келдің бар ғой. Тара келдің ғой, тара алдында жалғыз өзің. Ақболат, сен ақылың бар ғой. Тұнып тұр ғой. Тұнып тұр, просто шайқау керек, бәрімен жүре тұр ғой. Шайқамай жүр ғой. Ертең ана бірге барған әйелдердің бәрін шақыр. Ақболат тренинг жүргізеді де 15 мыңнан. Байың тыңдаңдар, далаға қумаңдар деген тренинг жүргізеді. Шынымен де жүргізсеңші 15 мыңнан 150 мың теңге ғой. Ой алла, ақша десе өліп беретсің де. Өзінің бай айтпай ма соны, мен нағыл деп айтамын жұрттың әйеліне. Қоя ғой осы тек 150 мың деп санап деген оны. Әншінде сдачадан қателесіп кететін. Жарайды, шай ішейікші. Ішпеймін мен шай, жаңа аффирмацияға тойып алдым, рахмет. Бибі Нұрхана, ешқандай қошемет беріңіз.